Бәріңізге сәлем. Бүгінгі түсірілімде Arduino негіздері курсының келесі сабағы. Бірақ осы сабақ өзге сабақтардан өзгеше. Осыған дейінгі сабақтарда сіздерге тек тақырып көлемінде ғана ақпарат берген болатынбыз. Ал бұл түсірілімде Қазақстанның тегін білім беру жүйесі тек мектеп, колледж, университетте ғана емес екендігін түсіндіргіміз келеді. Сіз қарап отырған шығарылымның басты кейіпкері Азат-ай академиясы. Осы жолы сіздерге біздің академия туралы толық ақпаратты бергіміз келеді. Азат-ай академиясы ұзақ және белгісіз мекендерге сапар жасайды. Дәлірек айтқанда, Азат-ай академиясы не істейді? Азат-ай академиясы бірнеше жыл бұрын, нақтырақ айтқанда 2019 жылы мектеп оқушылары мен колледж, университет студенттері үшін веб-разработканы, Python бағдарламалау тілін, Linux операциялық системасын және тағы сол сияқты IT бағыттардағы сабақтарда кейде дизайн мен ағылшын тілін үйрететін бір айлық мектеп ұйымдастырды. Бұл мектепте білім алу тегін, яғни су тегін, 0 теңге, 0 тиынды құрайды. Бұл мектепте 100-ден аса студенттер білім алды. 30-дан аса іріктелген студенттер Азат-ай жасанды ғылыми зерттеу зертханасында 3 айлық тәжірибеден өтті. Ал өткен жылы пандемия кесірінен тек Біріккен ұлттар ұйымының ЮНИСЕФ балалар қоры мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің технопаркмен бірлесіп ЮНИСЕТ наноспутниктік қыздарға арналған білім беру бағдарламасын ұйымдастырды. 30-ға жуық қыздарға Азат-ай академиясы софтвер жағынан білім берді. Пандемияға қарамастан әрбір студентке лабораториялық жұмыс жасау үшін платформа ойлап тауып, сол платформада сабақ ұйымдастырды. Және 6 айдан кейін қыздардың біліктілігінің арқасында тропосфераның жоғары қабатына өздерінің жасап шығарған наноспутниктерін ұшырды. Бұл шығарылымды дайындағанда біздің 2 міндетіміз болады деп ойлағанбыз. Біріншісі, интернеттің қарқынды дамуы мен жаңа мамандардың пайда болуынан қызық өмір мен бай мансапқа жетуге шанс беру болады. Бұл шансты тек қаланың баласы емес, ауылдың ауылында тұратын оқушыларға да шанс беру. Екіншісі, тек ақша төлеп оқитын курстарда ғана сапа болады деген стереотипті алып тастағымыз келеді. Және осы шығарылымды дайындау барысында тағы бір міндетіміз бар екенін ұғындық. Алыстағы білім алуға қолы жете бермейтін, ауыл мектептеріндегі лабораториялық кабинеттерде құрал жабдықтары жоқ, қолдары жете алмайтын оқушыларға өз мүмкіндіктерін ашу үшін дәл осы курсты ашқан болатынбыз. Олай болса, сізге де, маған да сәттілік және сізге алға дегім келеді. Сіз көріп отырған шығарылымдағы сабақтың тақырыбы, яғни 5-ші сабақтың тақырыбы фоторезисторлар деп аталады. Фоторезистор кедергісін жарықтандыруға тәуелді жартылай өткізгішті резистор. Жартылай өткізгіштердің өткізгіштігінің жарыққа тәуелділігі фоторезисторларда байқалып, электр тізбегін автоматты түрде басқаруға мүмкіндік береді. Фрейзинг платформасында фоторезистор арқылы 3 жарық диодын қолдану арқылы біз проектін құратын боламыз. Фоторезисторымызда 2 клемма болады, 2 аяғы, бір клеммасы қуат көзіне, бір клеммасы жерге тұйықталуы керек, заземление жасауымыз керек. Ортақ бір заземление беріп, жарық диодтары мен фоторезисторға жерге тұйықтаймыз. Яғни граунд арқылы минусқа келіп, ортақ резисторлар арқылы, яғни катод бөлігін резисторлар арқылы жерге тұйықтаймыз. 220 ohmдық резисторларды 90 градусқа 2 рет бұрап, катод бөлікке қойып, барлығын жерге тұйықтаймыз. Ал одан кейінгі жарық диодтарын 3-ші, 4-ші, 5-ші диджитал пиндарға жалғаймыз. Және де фоторезисторымыздың бір клеммасын 5 вольттық қуат көзіне жалғаймыз. Және де катод бөлігіне жалғанған жерге тұйықтаған бөлігінде дәл резистордың үстіңгі бөлігіне біз аналогтық A0-ші пинға апарып жалғайтын боламыз. Дәл осылай біз проектіміздің сұлбасын, схемасын аламыз. Көріп отырғанымызда әрбір жалғағышысында реттеп қойып, аналогтық бөліктегі A0-ші пинға апарып жалғаймыз.
және де жарық диодтарының анодтарын 3-ші, 4-ші, 5-ші диджитал пиндарға жалғаймыз. Осылай жалғау арқылы біз бүгінгі проекттің схемасын алатын боламыз. Және де анод бөлікке жалғанған диджитал бөліктерге көк түсті жалғағыш сымдар көк түсті свет беріп, схеманы сол басын PNG форматында аламыз. Arduino IDE платформасында біз проекттің скетчін жаза саламыз. Және де скетчтің басында көрсетілгенде LEDs деген массивтің ішінде бізде 3-ші, 4-ші, 5-ші пиндарға диджитал пиндарға жалғанған жарық диодтарының анодтарын айнымалы ретінде аламыз. Және де лайтты біз A0 аналогтық бөліктегі айнымалы ретінде, және де максималды және де минималды мәндер үшін 200 және 900 мән, және қосымша мән val тең 0 деп аламыз. Setup функциясында біз LEDs массивіндегі элементтерді конфигурациялаймыз. Және 3-ші, 4-ші, 5-ші пиндарға жалғанған біздегі жарық диодтарының анод бөлігіне жалғанған жалғағыш сымдарды, яғни пиндарды біз конфигурациялаймыз. Ал loop функциясында бізге керекті valды, яғни val деп алып, қосымша айнымалы ретінде алғанымызды аналогтық, яғни бізге A0-ші пинға жалғанғанымызды оқимыз. Және де оқып болғаннан кейін біз map функциясы арқылы белгілі бір деңгей арқылы, яғни минимумнан максимумға аралығында арқылы 1-ден 0-ге дейінгі аралықты беру арқылы функцияға біз constraint value аламыз, яғни біз ол жерде 3-ден 0-ге дейінгі аралықты аламыз. Және де setup функциясында біз 9600 портын жалғау арқылы біз конфигурациялаймыз, және де одан кейін аналогтық бөлікке жалғанған valды оқитын боламыз. Одан кейін for функциясы арқылы біз әрбір LEDs-тің ішіндегі пиндерді жалғау арқылы жанып сөндіретін боламыз. Егер біз map-тың ішіне 1-ден 0 дейтін болсақ, онда бізде 3 диод жанады. 2-ден 0 дейтін болсақ, 2 диод. Ал 3-ден 0 дейтін болсақ, 1 диодымыз жанады. Конфигурацияға беретін болсақ, компиляцияға беретін болсақ, онда бізде дұрыс шығару керек. Дұрыс шығарды. Tinkercad онлайн сервисінде фрейзинг платформасында қалай схеманы құрдық, дәл солай қылып Tinkercad онлайн сервисінде дәл солай құрамыз. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәл фрейзингде қалай құрдық схеманы, дәл осындай қылып Tinkercadта солай құрамыз. Және де скетчін дәл осындай қылып, яғни 2-ші, 3-ші, 5-ші диджитал пиндарға, және де фоторезисторды біз аналогтық A0-ші пинға апарып жалғаймыз. Дәл сондай фрейзингде қалай біз схеманы қалай құрдық, дәл осындай Tinkercad платформасында, онлайн платформасынан дәл осындай қылып құрамыз. Фоторезистор арқылы біз көріп отырғанымыздай, енді біз Arduino IDE функциясындағы жазған скетчімізді копировать етіп алып келеміз. Осы жазған скетчімізді Tinkercadта кодқа апарып қоямыз. Әкеліп қайтадан қоятын болса, көшіріп алып қайтадан қоямыз. Ctrl-C арқылы көшіріп, Ctrl-V арқылы қойып, дәл осыны қайтадан көрсек, бізде мына жақта map функциясының ішінде 1-ден 0, яғни 3 диодымыз жану керек. Егер де бізде 3 диодымыз жанып тұр, егер 2 деп алатын болсақ, онда 2 диодымыз жанады. Жаңа 1-ден 0 дедік қой, ол кезде 3 диод жанады. Ал 3-ден 0 дейтін болсақ, онда 1 диодымыз, 2-ден 0 дейтін болсақ, 2 диодымыз жанады. Дәл осылай жасаймыз проектіні.